әдістемелік құрал ұлттық тестілеу орталығы ұсынып отырған математикадан оқу әдістемелік құрал болып табылады. Бұл құралда болашақта болуы мүмкін тест түрлері таныстырылған және 10 бөлімнен тұратын тақырыптық тесттер топтамасы ұсынылған. Және екі вариантта, екі нұсқада тест тапсырмалары шешілу жолдары менен көрсетілген. Мен ойлаймын, сіздердің әрқайсыңызда да осы оқу әдістемелік құралы бары ғой деп. Менің қазіргі мақсатым осы оқу әдістемелік құралындағы кейбір күрделірек есептерді шығару жолдарын көрсетіп, және тест тапсыру кезінде қалай уақыт үнемдеуге болады, соны пысықтау сіздерменен. Мына оқу құралы сіздердің ұлттық бірыңғай тест тапсырмаларын нәтижелі тапсыруларыңызға көмекші құрал болып саналады деп есептеймін. Өйткені біздің үкіметіміздің алдында басты мақсат біз экономика жағынан озық елдерменен бәсекелестікке түсе алмауымыз мүмкін, бірақ білім бәсекелесінде біз олардан қалыспауға мүмкіндігіміз мол. Оның ішінде функционалдық сауаттылыққа көп көңіл бөлінеді. Математика бойынша айтатын болсақ, математикада алған білімі мен білігін өмірде білікті түрде қолдана білуге тиіспіз. Ал енді осы оқу құралы бойынша кейбір тапсырмаларға тоқталайық та олардың шығару жолдарын көрсетейін. Ал енді оқулықтағы номері 6-шы тапсырмаға оралайық. Массасы 150 грамм, концентрациясы 40%, ас содасының судағы ерітіндісіне қанша су қосқанда концентрациясы 15%-дық ас содасының ерітіндісі алынады. Енді ұлттық бірыңғай тестте уақыт үнемдеу мақсатында осы тапсырманы мынандай шығару жолын ұсынамын. Соңғы нәтижеміз 15%-дық ас содасы. Оны біз 40%-дық ерітінді менен 0%-дық ерітіндіні қосу арқылы аламыз. Тапсырманы орындау үшін мен келесі схеманы ұсынамын. Яғни біздің соңғы нәтижеміз 15%-дық ерітінді болу керек. Ол 40%-дық ерітінді менен таза су, яғни 0%-дық ерітінді арқылы алынады. 15 пен 40-тың айырымы 25, 15 пен 0-дің айырымы 15, 15-тің 25-ке қатынасы 3-тің 5-ке қатынасындай. Демек 15%-дық ерітіндіміз біздің 8 бөліктен тұрады екен. Ол 8 бөліктің ішінде 40%-дық ерітінді 3 бөлік, оның салмағы 150 грамм. Демек, бір бөлікке 50 грамм сәйкес келеді. Енді таза су 5 бөліктен тұрады. Оның әр бөлігі 50 грамм болғандықтан 250 граммдық таза су қосу керек екен. Дұрыс жауаптар кодында С жауабы сәйкес келеді. 7-ші тапсырма. 5%-тік тұз ерітіндісі бар. 40 килограмм ерітіндіден 4%-дық тұз ерітіндісін алу үшін қанша таза су қосу керек? Бұнда да жағы алдыңғы тапсырмадағы шығару схемасын ұсынамын. Міне, біздің алғымыз келіп отырғаны 4%-дық ерітінді. Оны біз 40 килограммдық 5%-дық ерітіндіге таза суды қосу арқылы аламыз. Таза су 0%-дық ерітінді деп есептейміз. Сонда 4 пен 5-тің айырмасы 1-ге тең, 4 пен 0-дің айырмасы 4. Сонда 4%-дық ерітінді 5 бөліктен тұрады екен. Оның 4 бөлігі 5%-дық ерітінді, оның салмағы 40 килограмм. Демек, бір бөлік ерітінді 10 килограммнан тұрады. Демек, 10 килограмм таза су қосу қажет. Жауабы дұрыс жауаптар кодында. 4-ші тарау. Теңдеу құруға берілген мәселе есептер, тізбектер. Оның ішінде қоспалар мен балқылануларға берілген қарапайым есептер. 10-ші тапсырма. Бір ерітіндіде 30% көлемі бойынша азот қышқылы, ал екіншісінде 55% азот қышқылы бар. 50%-тік 100 литр азот қышқылының ерітіндісін алу үшін бірінші және екінші ерітінділерден қаншадан алуымыз керек? Шығару жолын мына көрсетілген схема бойынша орындауды ұсынамын. Біз 100 литрлік 50%-дық ерітінді алуымыз керек. 30%-тік және 55%-тік екі ерітіндіні қосу арқылы. Енді 50 мен 30-дың айырымы 20, 50 мен 55-тің айырымы 5-ке тең.
5-тің 20-ға қатынасы 1-тің 4-ке қатынасына. Демек, 50%-лық 100 литрлік ерітінді 5 бөліктен тұрады екен. Оның бір бөлігі 100-ді 5-ке бөліп арқылы 20 литрге тең. Демек, 30%-лық ерітіндінің 20 литрін, 55%-лық ерітіндінің 80 литрін алсақ, 50%-лық 100 литрлік ерітіндіні ала аламыз. Дұрыс жауаптар кодында С жауабы.